Сатурация қанның оттегі қанығу көрсеткіші. Сатурация туралы айтқан кезімізде коронавирус еске түседі. Яғни сатурацияны пульсоксиметр деген аппаратпен өлшейміз. Жалпы қалыпты адамдарда ол 95 пен 98-дің арасында, ал 70-тен асқан адамдарда 91 пен 98-дің арасында болады. Негізінде сатурация қай кезде кетеді? Әрине ол өкпенің қабыну ауруларында, сонымен қатар анемия кезінде және де жедел тыныс жеткіліксіздігі кезінде орын алады. Жалпы осы кезде кетеді. Және де коронавирус кезінде сатурация не себепті түсіп кетті? Әрине бұл коронавирусты пневмония салдарынан өкпенің қабыну аурулары орын алды. және ағзаға оттегі дұрыс жетіспеу салдарынан болды. Видеоны ұнаған болса лайк басып, жақындарыңызға жіберіңіз.